30 жылда 2 заң ғана мемлекеттік тілде жазылыпты. Орыс тілді қазақтар былай тұрсын, өзге ұлттарды да қазақтарымен мидай араластырып жүруге болар. Орыс болайын десе түрі, қазақ болайын десе тілі келмейтін отандастарымыз әлемдік геосаясатқа көз салып ойланса екен. Іргесі Ресей тілінде қаланған жүйенің іргесін сөгу үшін қазақ тілінің ресми құжаттары мен ресми жиналыстардан бастап мемлекеттің барлық саласында функционалдық тұрғыда үстемдікке ие болу ұлт болып кірісетін принципті мәселе. Шүкір дейтін нәрсе, ұлттық идеология бойынша консенсус бар. Бір мақсатқа жетелейтін ортақ платформа, ұлттық құрылтай да құрылды. Ассалаумағалейкум, Алаш жұрты. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы ұлт жұмысы үлкен жұмыс. Үлкен жұмысқа көп жұмыскер керек деп еді. Дүние танитын, дамыған ұлттық мемлекет құру үшін әр қазақ азаматы қал-қадірінше халқына қызмет қылуы ләзім. Бұл міндетті кімнің қалай атқарып жүргені өзіне аян. Ал бүгінгі сұхбаттасымыз ұлттық мүдделі барынша ұлықтап, мемлекетіміздің мәртебесі мен мерейін асыруға ат салысып жүрген еңбекқор білімді азаматтардың бірі, атап айтқанда 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы, PhD доктор, бірнеше тілді жетік меңгерген аудармашы, Алатау дәстүрлі өнер театры әдебиет бөлімінің меңгерушісі Қуаныш Жұмабекұлы. Бабалар рухының бүгінгі айнасы болған аманатқа қош келдің. Қош көрдік. Енді ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес мінезден деген. Бағамдап қарағанға бағалы сөз. Осы ұлтты сүюге қатысты, сөздің өзіне қатысты талас тартысты пікірлер бар. Мәселен, біреулер ұлтжанды деп жатады. Өз басым ұлтшылмын деп қорықпай айтам, бірақ әсіре ұлтшыл емеспін. Демек, ұлтшылдық ұғымы соншалықты үрей тудыратындай қорқынышты дүние ме? Алдымен армысыздар деймін. Зейнолла Сәнік атындағы мәдениет қорының атқарушы директоры, белгілі ақын Серік Қалиев бастаған, өзіңіз қостаған шығармашылық ұжымға сұхбат үшін алғысымды білдірем. Жұмыстарыңыз берекелі болсын. Енді жалпы қоғамдық саяси істерде қай бағытта болса да мемлекеттік мүддені бәрінен биік қоятын мемлекетшіл болу конструктивті және дұрыс өлшем. Енді мемлекеттілік және мемлекетшілдік ұғымдарын өз деңгейінде түсінген адам анархиялық идеяларымен әсіре либерализмге бет бұрмайды деп ойлаймын. Біріншіден, ұлтшыл сөзінің мағыналық, семантикалық табиғатына өңілетін болсақ, ұлтшылдық төл этникалық құндылықтарын және тағы басқаларын құрметтейтін адам санасындағы әлеуметтік, саяси және психологиялық құбылыс, яғни шовинистік жол емес. Енді қалыпты жағдай. Иә. Ұлтшыл сөзінің орысшадағы аудармасы националист. Ал нацизм бұрмаланған ұлтшылдықтың құбыжық формасы саналатын национал социализм деген идеология атауының қысқартылған нұсқасы. Көпшілік осыны ұлтшылдықты нацизммен аудару арқылы шатастырады. Бұл айтқанда әсіре ұлтшылдық қой. Иә, саясиланған бір сөз деуге де болады. Енді бұдан бөлек жалпы әңгімешіл деп жатамыз, әңгімеге жақсы, ашық адамды. Бала жанды дейміз, сол сияқты ұлт жанды. Ал ұлтшыл ұлтын сүйетін деген сөз. Енді кешегі отаршылдық, тоталитарлық жүйенің жүргізген саясаты нәтижесінде кейбіреуінің ұғымында ұлтшылдық жағымсыз, қасаң, қорқынышты стереотипке айналды. Енді осы орайда патриот сөзіне тоқталайықшы. Түбірі грек тілінен отандас дегенді білдіреді. Ал патриотизм кез келген елде мемлекеттік деңгейде насихатталады, және бұл өзге ұлттарды бөлектеу емес. Яғни тарихи, табиғи процесс. Тәуелсіз елдің ұлы өжет, қызы қайратты, халқы қаһарман дейді ғой. Еңсесін тік көтерген ұлтшыл азаматтарымыз көп болса екен деймін.
бәрекелді. Осы сөздің де біз ұғымын астарын жақсырақ біліп алдық, және оны қорықпай ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білсек, қолданысқа да және біздің ұстанымға да ол әсер етеді деген сөз. Ғұлама жазушы Мұхтар Омарханұлы өз кезінде-ақ түркі жұртының қара шаңырағы біз Алтын Орданың жерінде біз отырмыз деп ашық әрі батыл айтып еді. Бұл бүгінгі геосаяси жағдай тұрғысынан қарағанда күн санап маңыз артып бара жатқан идеялардың бірі сияқты көрінеді. Енді жаңағы түрік сөзі демекші, жұрттың арасында да мынандай бір сөзге қатысты талас тартыс жиі туып тұрады. Біздің түбіміз түркі ма, түрік пе деген сияқты. Осының да бір аражігін ажыратып алғанымыз дұрыс сияқты. Енді жалпы тарихта алғаш рет түрік атауымен мемлекет құрған көк түріктер. Енді ең алдымен бұл жердегі көк сөзіне де тоқтала кеткім келіп отыр. Көк деген бұл көктен, Құдайдан түскен дегенге саяды. Мысалы біз көк шөп дейміз, жасыл болса да. Көк аспан. Көк көзі дейміз, жасыл болған жағдайда. Бұл бағыздан келе жатқан түсінік. Енді бұл жерде байқап отырсаңыз, көк түрік деп тұр, көк түріктер, яғни көк түркі емес. Бұл бірінші дәлел. Екіншісі, мысал ретінде алайын, орта түрік дәуіріне жататын Қараханит кезеңіне қарасты түрік тілінің тұңғыш диалектологы Қашқарлы Махмұттың Диван-ы Лұғат ат-түрік атты еңбегі бар. Бұл сөздік күллі түрік халықтарының тілтану энциклопедиясы іспетті. Бұл жерде де түрік деп көрсетілген. Түрік жазуының құпиясын ашқан Томсында түрік деп оқыған. Айта берсем мысал көп, бұл дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат. Ал түрік сөз қайдан шықты? Кешегі отаршылдық кезеңде пантүркизм деген ұранмен түрік халықтарын бөлшектеу саясатына сәйкес түрік сөз шыққан болады. Оларға жалпы ештеңе ұнамады. Өзіңіз білесіз, жәдисшіліктің де, ағартушылықтың да жақсы жұмыс деген тарихтан білеміз. Енді жалпы Ататүріктің кеңесшісі болған Мақсұтов деген татар интеллигенті бізде ешқандай пантүркизм болған жоқ дейді. Сол кездегі идеологиялық аппарат жасаған сөз екенін айтады. Ал большевиктердің тағы бір ойлап тапқан сөзі, айтып өттім, мағынасы майысқан, бұрмаланған сипатта насихатталған ұлтшылдық ұғымы. Ұлт зиялыларына да осылай жала жабылған болды. Ұлтшылсың деп. Енді осы жерде бір дерек келтіре кетейін. Докторлық диссертациямнан есіме түсіп отыр. Қашқаридің сөздігінде киши аласы ичтин, елкі аласы таштын деп келеді. Түркшеде инсанның алажасы içinde, хайванның алажасы дышында дейді. Қазақта адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Қарап отырсақ, әлі күнге дейін құрылымы жағынан да, мағыналық жағынан да ешқандай өзгеріске ұшырамаған. Ондай сөздер өте көп қой. Сонау шығыс түрік қағанаты кезеңіндегі бал-балтастарға жазылған сөздерден болсын, қазір көбінен ұқсастықты табамыз. Көк сөзіне қатысты да айтылған сөз бар. Көктен тәңірі баспаса, жер жарылып жатпаса, кім қорлар қалың түркенін деген. Қателеспесем, Күлтегіннің әлде Білге қағанның сондай бал-балтасқа жазылған жазуы бар. Кәдімгі біздің рухымызды оятатын үлкен дүние. Сондықтан біздің түбіміздегі ұқсастық, рухымыздағы ұқсастық деген дүниелердің барлығы біздің тасқа қашылған бал-балтаспен жеткен тарихымыздан да бар. Енді ұлттық идеология жайлы сөз қозғасақ, оны біз ұлттық бірлік, рухани тұтастық, ұлттық мүдде ретінде қарастырып жатамыз. Жалпы осы қазір қазақ қоғамында ұлттық идеология қалай жүзеге асырылуда? Тіпті ұлттық идеология бар ма? Жоқ болса, оны қандай деңгейде ұлттық идеологияны жасауға болады? Біреулер айтады, бізде мүлдем ұлттық идеология жоқ дейді. Біреулер айтады, енді қалыптасу үстінде дейді. Қайсысына қалай баға беруге болады? Қалыптасып жатыр деген дұрыс болатын шығар. Енді академик Әбдуәли Қайдардың «Қазақ қандай халық» деген ұлағаты мол кітабы бар. Бұл сауал бүгінде шыны керек өзгеден гөрі өзімізді, қазақ азаматтарын көбірек ойландыратын, толғандыратын мәселе болып тұр. Академик өз еңбегінде осы сұрақ төңірегінде түрлі авторлардың 500-дей пікірін топтастырған. Тарихымыздың тұғырын биіктетер білгір қауымның зердесінде сараланған ордалы ойлар қазақтың этностық болмысының сау болуына, ұлттық иммунитетімізді көтеруге жетелейді. Енді жалпы бұған
дұрыс жауап берудің рухани, моральдық жауапкершілігі мол. Дұрыс жауап дегеніміз жан жақты талданған ғылыми негізді шындықтың шынайы өз саналатын жауап деген сөз. Яғни шыны шыны. Ақын Ержан Жұмабекұлының бір өлеңі бар, туған ағам. Даламызда шалқиды арауені, баламызда арманның қарагері, көкірегінде өскен табиғатпен қазақ деген Құдайдың қара өлеңі дейді. Енді өзіңіз білесіз, 5 маусымда жалпы халықтық плебисцит, яғни референдум өтті. Супер президенттіліктен арылу, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет, әділетті Қазақстан. Депутаттарды сайлауда аралас, мажоритарлы, пропорционалды модельді қолдану. Бұдан бөлек жаңағы мемлекет басшысының жақын туыстарына саяси лауазым иеленуге, квазимемлекеттік секторда басшылық қызмет атқаруға тыйым салу және тағы басқалар қамтылды. Енді жаңа Қазақстандағы саяси трансформацияны тілмен де байланыстырған жөн деп ойлаймын. Өйткені ұлттық идеология бойынша ұлттық сананың тәркіленуіне ендігі жол беруге болмайды. Еліміздің мәдени дәрежесін, рухани сапасын арттыру тілден басталады, менің түсінігімде. Енді әрине мемлекеттік тілдің рөлін күшейту бойынша көптеген ұтымды ұсыныстармен келісаппен түйгендей кесім сөздер, ынтасы жоқтарды ынталандырудың түрлі тәсілдері айтылып келеді. Бірақ әлі де бұл бойынша шекеміз қызып отырған жоқ. Яғни басымызды ауыртып, балтырымызды әлі де сыздатып тұр. Менің ойымша сен қозғалу үшін тәуелсіздігімізге тәубе дей отырып, сағыздай сөз бұйдаға салмай, самарқаулықты қойып, демагогиялық ұран, популистік риторикадан арылып, саяси шешім, яғни мемлекеттік тіл туралы заң қабылдау керек. Тілді білу абсолютті заң болу үшін. Саясатта жалпы екі маңызды нәрсе бар: асықпау және кешікпеу. Асықпау керек, бірақ кешікпеу де керек. Яғни бұл мәнін түсінгісі келген адам үшін метафизикалық мақсат. Әрине бұл жерде ат үстінен билік айта салып, науқаншылыққа салынып, оң солды емес, алгоритмі дұрыс құрылып, иерархиялық жүйе тәртібімен болғаны жөн. Кешікпеу керек деп отырғаным, мысал келтірейін. 30 жылда 2 заң ғана мемлекеттік тілде жазылыпты. 97 жылғы халықтың көші-қон туралы заң, 2002 жылғы Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы заң. 30 жылда орыс тілді қазақтар былай тұрсын, өзге ұлттарды да қазақтарымен мидай араластырып жүруге болар еді. Біріншіден, жалпы қазақ тілінің негізі күн тәртібінде тұруының өзі бір түрлі. Өйткені Қазақстанның мемлекеттік тілі қазақ тілі. Осы орайда шешім шығарушы жоғарғы эшелон саяси элита өкілдері ұлт алдындағы міндеттеріне сәйкес қазақша сөйлеулері керек. Біз кімнен неден қорқамыз? Осы тілге қатысты батыл саясат жасауға анша бармаймыз. Кімнен, неден, неге қорқамыз? Бұл жерде сөзім жалғастыра кетейін. Іргесі Ресей тілінде қаланған жүйенің іргесін сөгу үшін қазақ тілінің ресми құжаттары мен ресми жиналыстардан бастап мемлекеттің барлық саласында функционалдық тұрғыда үстемдікке ие болу ұлт болып кірісетін принципті мәселе. Ол бір адамға қатысты деп ойламаймын. Яғни монотил саясатын жүргізу арқылы ғана қазақ тілі қажеттілікке айналады. Енді кейбір радикалды орыс саясаткерлері, өзіңізді естіп жүрсіз, Қазақстанның солтүстігі Ресейге тиесілі деп саяси психологиялық әдістерімен қисынға келмейтін мифтік көзқарастарын айтып жүр. Осы орайда асын сызып айта кеткім келіп отыр. Орыс болайын десе түрі, қазақ болайын десе тілі келмейтін отандастарымыз әлемдік геосаясатқа көз салып ойланса екен деймін. Тағы бір қоса кететін нәрсе, Нұргелді Уәли 15-17 ғасырлардағы дипломатиялық құжаттарда Рабиға Сыздық, Әбілғазы Баһадүрдің түрікше жүресін, Бабаш Әбілқасымов Түркістан дала уәлаятын қазақ жазба тілінің
ескі бастау көздеріне жатқызады. Яғни қазақ тілінің ішкі ресурстары, лексикалық байлығы өте мол. Сөздік қорымызды, яғни ұлттық негізде дамытуға толық мүмкіндігіміз бар. Жер су атаулары болсын, астрономиялық, әскери әкімшілік және тағы басқалары бойынша. Енді ұстазым белгілі ғалым Анар Фазылжанның басшылығындағы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты латын графикалы жаңа әліпби, жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын жаңғыртудың ғылыми лингвистикалық базасын әзірлеу жобасы аясында орфографиялық, орфоэпиялық, топонимдік сөздіктер, анықтағыштар, кірме терминдерді транслитерациялау, транскрипциялау қағидаларының анықтамалығы және тағы басқаларын дайындап жатыр. Институтта Ахмет Исқақов, Құлмат Өмірәлиев, Шора Сарыбаев, Нығмет Сауранбаев сияқты өз мектебін қалыптастырған тілтанушы ғалымдарға арналған дөңгелек үстелдер өтіп тұрады. Әлеуметтік лингвистикалық зерттеулерге эмпирикалық база жинауға тіл және қоғам алаңы, одан кейін тілтанымдық ізденістерді апробациялауға Ахмет оқулары алаңы жұмыс істеп тұр. Яғни ізденген адамға, қазақ тілін үйренгісі келген адамға, яғни бізде біраз нәрсе бар. Яғни театр бойынша айта кетейінші, актердің міндеттерінің бірі сөздердің дұрыс айту нормаларын, айтылуы мен жазылуындағы айырмашылықтарын білу. Яғни келесің бай емес, келесің бе, керекпіз емес, керек біздер емес, біз, тағы сол сияқты. Яғни сауатты сөйлеу аса маңызды. Енді мынау заң тетіктеріне келетін болсам, жол белгілеріндегі жазбалар, прескуранттар, жарнамаларды мемлекеттік тілде жазу бойынша заң шықты ғой. Өте дұрыс қадам. Бабалар салған болашақтың жолын, яғни бабалар салған жолдан іздесек, қазақ қоғамында шынайы халықтық үлгідегі дала парламенті жұмыс істеген болады. Яғни билер кеңесі мемлекеттің саяси, құқықтық, әскери дипломатиялық, әлеуметтік, экономикалық жағдайын тек әдеттегі құқықпен ғана емес, ел жұрттың таным түсінігімен ұштастыра отырып қамтамасыз еткен. Бұлар неге айтып отырмын? Тіл болсын, қайсысы болса да барлығы заңға келіп тіреледі. Бізге жұрт алдында беделді, қара қылды қақ жарған әділ, кесім сөздері бар, сұңғылалығы мен кемел ойлы білгірлігін, кемелдігін көрсете алар қазақтың игілігіне қажет ететін сақы депутаттар қажет. Енді осыны Әлихан Бөкейхан былай айтады: елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі көш басында алып жүре алмайды дейді. Көш басында алып жүреді дегендердің көбі не тұрмысын, не тілін, не мінезін, не болмысын білмейді. Ол қалай қазаққа жақын заң, қазаққа жақын дүние шығарады. Жаңағы Дулат Бабатайұлының да сөзі бар: Бейменбектің сәні жоқ, елін қорғай алмаса, ыстығына күймесе, суығына тоңбаса дейді. Сондықтан мынандай бір жағдайды мен жиі байқаймын. Жоғары жақтан айтады: қазақпен қазақша сөйлессе, қазақ тілінің мәртебесі асады деп халыққа айтыр еді. Халық айтады: су басынан түнейді, жоғары жақтағылар заң жасамаса, қазақ тілінің мәселесі шешілмейді дейді. Сонымен сен салар да мен салар, атқа жемді кім салар болып, тілдің мәселесі жоғарыдан төменге допша домалап жатыр. Сондықтан ең дұрыс әдісі әр қазақ өзінің тілін, намысын қорғаса, өзгеден талап етсе, меніңше көп не өзгереді. Енді сұхбатты ары қарай басқа тақырыптармен жалғастырсақ, басқа бағыттармен жалғастырсақ, биыл енді балалар жылы, ұлттың болашағы баланың тәрбиесіне тікелей қатысты. Өйткені Ахмет Байтұрсынұлы баланы құлша тәрбиелесең ұл, құлша тәрбиелесең құл болмақшы дейді. Ендеше ұлтын сүйер ұл қыздарды тәрбиелеу бағытында Алатау дәстүрлі өнер театры не істеді, не істемек? Жалпы театрға тоқталатын болсақ, театр дегеніміз көркемдік идеялық бағыты бірнеше өнердің басын бір жерде тоқайластыратын синтездік өнер ғой. Өнер ұжымының даму траекториясын жоспарлау, жаңағы репертуар бағдарламасын түзу, көркемдік сапасы, қойылымның архитектоникасы, әр актердің амплуасын дәл анықтау аса маңызды. Енді кез келген спектакльдің психологиялық, философиялық және тарихи, яғни қоғамдық әлеуметтік қабаттары болады. Мақсаты айқын
міндеті зор, көрешекті көреміз деп емес, келешекке нық қадам басқан белгілі айтыскер ақын Ринат Зайытовтың басшылығындағы Алатау дәстүрлі өнер театры жас ұрпақтың өмірлік кредосын қалыптастыру, бойларына қажетті адамдық сапаларды сіңіру бағытында балалар жылы аясында балаларға арналған Әгугай мен Игигай музыкалық қойылым ұсынды. Енді егінші мен қасқыр, күй құдіреті сияқты тақырыптарды өрбейді. Ертегілер дәстүрлі әндер бойынша тәрбиелеуді негізге алады. Енді жастардың рухтары әлсіремеу керек, ойлары шашырамау керек. Алатау театры мектептермен де, балабақшалармен де үнемі мәдени байланысты. Осы орайда халық даналық еске түседі. 1 жылдығын ойлаған халық бидай егеді, 100 жылдығын ойлаған халық ағаш егеді, 1000 жылдығын ойлаған халық саналы ұрпақ тәрбиелейді дейді. Осы нәрсе өте маңызды. Енді жалпы театрда балаларға арналған қойылымдардан бөлек ән мұхит, Айман Шолпан, кез болған соң кер заман сияқты жаңа қойылымдар жүріп жатыр. Жоспарда халқымыздың өмірінде маңызды рөл атқарған Қажымұқан, Балуан Шолақ, Иман Жүсіп сияқты талант иелері өнер көрсеткен атақты қоян жәрмеңкесіне қатысты шара өткізуде бар. Жаңағы дәстүрлік көрінісі, дәстүрлік сипаты басым қойылымдарға балаларды ертіп келетін көрермендер де бар шығар. Ол да бір жағынан тәрбие. Әрине, мен сізге бір дәлел келтірейін. Халықтың арасында кейбір адамдар ойлайды ғой, театрға бармайтын шығар деп. Бірақ біз Айман Шолпанға, кез болған соң кер заман кезіндегі саяси қуғын-сүргінге ұшыраған Үкілі Ыбырай, Иман Жүсіптерге арналған жаңағы қойылым ғой, үнемі аншлагпен өтеді. Бұл жақсы нәрсе, және бұл жалғасын табады, оған мен 100% сенімдімін. Қазақ әдебиеті халқымыздың ғасырлар қойнауынан ұрпақтан ұрпаққа жеткен рухани мұрасы. Ал енді шетелдегі әдебиет туралы сөз болған кезде постмодернизм сияқты ағымдар еске оралады. Осы қазақ әдебиетіндегі постмодернизмге көзқарасыңыз қандай? Жалпы мен өз басым Малайзияда және Түркияда білім алдым. Енді қазіргі таңда шетел әдебиеті деген кезде аквеизм, кубизм, имажизм, футуризм, модернизм, постмодернизм сынды түрлі әдеби ағымдар ойға оралады. Сан түрлі измдер. Солардың ішіндегі постмодернизмнің нақты бір анықтамасы жоқ. Бірақ бұл байырғы реалистік баяндаумен стандарт суреттермен бейнелеу емес. Енді модерннен кейінгі деп жалпылама сипаттап жатады. Менің түсінігімде әртүрлі жанрларды бойына сіңірген бағыт. Бұл бағытты елімізде жақтаушылар да бар, теріске шығарушылар да бар. Дегенмен де қазақ әдебиетінде, әсіресе поэзиясында бұл концепцияны жоққа шығара алмаймыз. Себебі өлеңнің қатып қалған қалыбынан шығып, жаңаша формада қалам тербеп жүрген поэтикалық жүйесі ерекше ақындарымыз баршылық. Тағы да ақын Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі туған ағам Ержан Жұмабекұлынан бір үзінді келтірейін. Өлеңдерінен постмодернизмнің нышанын байқауға болады. Қатесін кеш, мендей ымырт кісінің бақсамғауы, бірақ сәтті ұшырым, күңгірт үміт хатын жазым өзіңе қиялымнан сорғалатып құсынын дейді. Мотивировка мағындылығы әртүрлі троптар поэтикалық палитрасында ақсұр түс басымдау екені байқалады. Енді жалпы өнер дегенде, тіл деген кезде бір нәрсені баса айтқым келіп отыр. Түркияда Еуразия зерттеулері мамандығы бойынша докторантурада оқып жүрген кезімде тілге, әдебиетке, өнерге демеушілігі жасап қолдау көрсеткен азаматтарды көп көрдім. Бізде де әрине жоқ емес, бар, шүкір. Енді 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында келер ұрпақтың есті болып жетілуін мақсат тұтқан қазақ азаматтарына қолдау көрсеткен Әбдірахман Жүсіпұлы, Салық Омарұлы, Ике Әділұлы, ағайынды Бекметтер, Сейіт Баттал, Есенқұл және тағы басқаларынан тұратын ұлттық буржуазия тобы болған. Біреулері мектептер ашса, біреулері шәкіртақылар беріп тұрды. Қазақ романына бәйге жариялаған.
ол енді ауқатты алаш азаматтарына деген бір газетте 1915 жылы жариялаған болатын. Енді қазақ баспасөзінің жаңағы өркендеуіне атсалысты деп жатырмыз ғой. Біреулері жаңағы әркім әртүрлі жолды ұстанды, яғни көмектескен кезде кім негізі бұл жерде ақылдасуда болған сияқты бір жүйелі жұмыстарына қараған кезде Қайым Мұхамедханұлының әкесі Мұхамедхан Сейітқұлұлының үйі қазақ халқын саяси аренаға азаттық жолына ағартушылыққа шақырған Мұхамеджан Тынышпайұлы, Халел Ғаббас сияқты ірі қоғам қайраткерлері үшін ашық болады. Ол Сарыарқа газетімен Жүсіпбек Аймауытұлы және Мұхтар Әуезовтің редакциясымен шыққан Абай журналын қаржыландырған. Оған Қаражан Өкібайұлы да көмектескен. Ал Қасен Ақайұлы болса Қазақ газетіне қолдау көрсетті. Ал Әбдірахман Жүсіпұлының үйінде жаңағы атап өткен Сарыарқа газетімен Абай журналын шығарған Жәрдем баспаханасы орналасты. Абайдың тәрбиесін көрген Әнияр Молдабайұлының үйінде Абайдың қырқы берілген болады. Ал жаңағы Әлихан Бөкейханның басшылығымен Алаш партиясының Семей облыстық комитеті құрылған кезде Әнияр Молдабайұлы жаңағы айтқан соның қазынашысы болып бекітілген. Ал Жетісудың атақты байы маман балалар болса Мамания мектебін салған. Қаражан Өкібайұлының үйінде Алаштың оқыған көп азаматтар тұрған. Бұлар қазақ меценаттарының мұрындық болған егестерінің бір парасы ғана. Қазіргі таңда блогсферада демагогтар мен популистер көбейіп барады. Солардың құлағын алтын сырға, осындай қазақ руханиятына әлеуметтік тірек болатын отандастарымыз көп болса екен деймін. Сонда біздің әдебиетіміз бен руханиятымыздың бір кемі толықтанатын еді. Және сол жаққа үлкен бір қолдау болатын еді. Тек қана мемлекеттен емес, азаматтардың өзінде қолдау. Мені тура түсіндіңіз, дәл сол ұлт болып кірісу керек бұл жерде. Дұрыс. Бағанағы Ахмет Байтұрсынұлының сөзін айттық қой, үлкен жұмысқа, ұлт жұмысына көп жұмыскер керек деп. Соның ішінде біздің азаматтарымыз, қалталы азаматтарымыз, зиялы азаматтарымызға, әсіресе ғылыммен айналысатын азаматтарға көп қолдау жасаса, онда біздің мемлекетіміз бұдан да қуатты болар. Әр салада түрлі бағытта игілікті іс-шаралар жасап жүрген азаматтың ендігі жоспары қандай екен, соны білсек. Енді жалпы қазақ халқы сонау есте жоқ ескі замандардан ақ ат тұяғымен дүниені дүбірлеткен көне түріктердің ұрпағы ғой. Бабаларымыз о шетімен бұл шетіне құлан жортса тұяғы тозатын, қыран ұшса қанаты талатын ұлан ғайыр жерді сақтап қалды. Жанымызды аяздай қарайтын Бұқараның көкейінде жүрген буы бұрқыраған тақырыптарды айта береміз, жаза да береміз. Кезінде Түркияда Ұлы даланың жеті қырын түсіндіру бойынша басқосу ұйымдастырған шараға Түркиядағы қала әкімімен 200-дей білім алушы қатысты. Шетелдіктер де бар, қазақтар да болды. Әркімнің ағына жығылып ыңғайында кете бермей, иесіз қалған сенделген саналарды және еліміздегі екі түрлі қоғамды бір идеология төңірегіне топтастыруға асығуымыз керек. Табыс қана емес, намыс та қажет, осыны ұмытпауымыз керек. Енді шүкір дейтін нәрсе, ұлттық идеология бойынша консенсус бар. Бір мақсатқа жетелейтін ортақ платформа, ұлттық құрылтай да құрылды. Жоспарым, мақсатым өзімнің арманыма жұмыс істей жүріп, елге қызмет ету. Алаштың мұраты үшін атқа қонған өзіндей азаматтар аман болсын дейміз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Енді бүгінгі бүкпесіз әңгімеге қатысып, өте өзекті сұрақтарға жауап берген үшін рахмет. Алдағы істеріңе табыс тілеймін. Өздеріңізге рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Қазақстанымыз жасай берсін. Бүгінгі бүкпесіз әңгіменің тізгінін осы арадан іркіп, Шәкәрім Құдайбердіұлының ұлағатты ұстанымымен түйіндейін. Адамдық борышың халқыңа қызмет қыл, ақ жолдан айныма, ар сақта соны біл. Алаштың аманатына адал болайық ағайын.